көтеріп алды да жағымнан ұстады былай. Шапалақпен бетінен бір ұрды ғой. Соны жаға дейін отқан баң етті сен. Үйге барғанша жылап қалдым ғой. Енді сен бауырым, сен мені бір мықты спортшылар айта келдің да, мынандай спортшыларға алып кеттің да сен енді жалпы енді. Бокс қайда, ММА қайда. Үй түреді, керуен жүреді дейді. И содан мен кайф алатынмын. Олар қызық емес. Ол Ануарбек сияқты менде монотон аяқта. Иә. Артта вагон қапшық жатыр. Ол білмейді ғой, ол таза мынау. Ағаш қой. Осы Ануарбектің бір қай сөзі саған бір өтіп кетті? Ол сөйлей берсін. Адам деген личностьқа өтпеу керек та. Ер азамат екі сөйлемеу керек. Тәкаппар, 200-ді. Былайша айтқанда ауыз жалмайды ғой, ауыз жауып жатса да басқа жерге сөйлеп жатады ғой. Мәке өз деңгейіне, өз возрастына өте мықты формада. Постоянно айтасыз да, қара көр үйрен деп, кім қараға айтып жатсыз, ол қара деген. Қара балаларға айтып жатыр дейсің ба? Иә. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мынау әлемде бокстан көптеген маңызды жаңалықтар болып жатыр. Ал бізде алда өзіміздің үлкен бокс оқиғасы болайын деп жатыр. Бүгінгі студиямыздың қонағы Мұхит Амантаев, бапкер, әке, спортшы және өте қарапайым шынайы адам. Мәке, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Келе жатқанда бір видео көріп қалдым да. Сол видео маған кішкене тиіп кетті, мен білемін, сіз бокс әлемінде не істеп жүргеніңізді. Сіз Арман Оспановты танисыз ба өзіңіз? Лично қоғам таныспасыз ба? Арманмен ба? Иә, Оспанов. Енді Арманды спортшы ретінде білем. Жеке өзім былай танымаймын ол жігітті. Өмірімде бір-ақ мәрте көрдім. Осы жақында ғана қыста Астана қаласында бір ағаларымыз қонаққа шақырған, бір мейрамханаға. Сонда барған кезде ағаларымыздың қасында отты. Сонда барып амандасып отқан кезде сол Арманмен де амандасып, сол кезде көзбе-көз қол алысқанбыз. Өмірімде бір-ақ мәрте сол кезде көргенмін, одан кейін көрген жоқпын. Андай конфликт бір-бірін жақтырмай қалу ондай болмады ма? Жоқ, ондай ештеме жоқ. Өйткені мен бір сұхбат көрдім да. Мына сұхбат. Может, сізге де жіберген шығар оны. Осы жақын арада шықты ол видео. Мен қазір көрдім. Осы жақында алашпайт болды ғой. Сол кезде шыққан видео. Енді сен бауырым, сен мені бір мықты спортшылар айта келдің да, мынандай спортшыларға алып кеттің да сен енді жалпы енді мен өзім сондай дәрежедегі спортшы болғаннан кейін онша айқай шу, бір-бірімен айтыс керіс, бір-бірінің ақысына кіру, бір-бірінің ақысын жеу деген нәрселерден мен алшақтаумын. Енді жалпы интернет желісі біздің жастар соны көріп отқаннан кейін ертең сол Мұхиттың, сол Ануардың ертеңгі болашақ балалары, келешек болашақ әнелер, бауырлар, ауылдастар не айтады екен деген ойым ғой енді жалпы. Бірақ бұндай айқай шумен өзінің атын істеп, сол атына заты сай болсын деген ниетпен жүрген бауырларды мен кейбір түсіне алмай кетемін. Бірақ ел айту керек оның атын мықтылығын. Өзі айтпау керек. Айтады ғой, қазақта мықтылар мықтымын деп айта алмайды, әлсіздер мықтымын деп айқайлайтын заман болып кетті. Сол үшін ел біледі, қапы қалмайды, одан ешқашан. Түсіндім. Енді қараңыз, өз атын айқай шумен жасайтын спортшылар емес дейді. Сіз мен білуімше, Мұхит, 2008 Пекин Олимпиадасына лицензияға барғасыз. Олимпийский вид спорта ғой бокс. 2008 Олимпиадасына лицензиясына барғасыз. 2012 Лондон Олимпиадаға үміткерлердің бірі болғасыз. Жалпы 2 Олимпиадаға ұлттық құрамамен дайындалғасыз. Халықаралық дәрежеде спорт шеберісіз, Қазақстан чемпионысыз. Ішкі істер қызметкерлер арасында әлем чемпионысыз. Бокс – олимпийский вид спорта. Мен білуімше Арман өзі самбодан чемпион мира. Бұл олимпийский видке жатпайды ғой? 3 мәрте. 3 мәрте, иә. 3 мәрте алған, әлем чемпионы болған. Сіз 3 мәрте алдың ба? Иә. Сіз қанша 25 жылдан асты бокстан жүргеніңізге? Спортта жүргеніме, яғни бокста жүргеніме 28 жыл болды. 28 жыл. Спортты, профессионал спортты қойған өзінде қазір зал ашып, жастарды спортқа шақырып, қолдан келгенше енді біздің жастарға спортты көтеруге көмектесіп жатсыз. Бұл жерде Арман сізбен құрдас па, или үлкен ба жас? Енді менің білуімше Арманның жасы менен кіші. Бір 2-3 жас кіші болар менен. Неліктен екен? Ол сіздің мынандай
дәрежеңізді алып келді да, соның үшін 25-28 жыл істеген еңбегіңізді әкеп айқай шумен ана рухмайтингтегі блогерлер деп ойласады, сондай қылып жүрді сізді блогерлер деп. Енді мен Арманды өзім жеке танымаймын ғой, ол жігітті. Арманды білмеймін, бірақ Арманды әрдайым жекпе-жек болған кезде, мынау қазақта сөз бар ғой, тақымымызды қысып жекпе-жектерді жаңа теледидардан көрген кезде, енді қазақты өзіміздің қазақтың жігіті болғаннан кейін, қазақ бауырымыз болғаннан кейін әрдайым тілеуші болып, демеуші болып, жеңсе екен деп жеңіс тілеп отыратын әрдайым. Мынау жекпе-жектерін көріп тамашалайтын, әдемі, енді спорт болғаннан кейін әдемі жеңген сәттері өте де көп болды. Ұтылған сәттері де болды. Ұтылған кезде жағы қатты жағы жүрегіме де бататын енді. Былай жағы жалпы жеке таныс емеспін ғой енді бұл жігітпен. Бірақ енді теледидардың сыртында әйтеуір көріп жатқан кезде, мынау ел болып, халық болып, әрдайым жанашыр болып жүретінбіз. Енді мынау жағы сұхбатты көрсетіп жатсыңдар маған. Енді әркімнің өзінің ойы ғой, әркімнің өзінің пікірі. Енді Арман жағы айтып жатыр ғой. Мен жағы сөзін байқап қалдым. Бірінші айтып жатқаны, мынандай спортшыларына келіп, мынандай спортшыларды жағы сұрақ қойып жатсың ғой деп жатыр ғой. Енді білмеймін ғой, біз енді мынандай спортсмен де емеспіз, спортшы емеспіз, мынандай да спортшы емеспіз. Енді мен енді спорттық мансабым енді жағы айтып отырмын ғой, 28 жыл болды, жасымыз 38-де қазір. 10 жасымнан бастағам. 97 жыл бокс бастағам. 2013 жылға дейін бокс жасқанбыз, 16 жыл. Яғни 10 жасымнан 26 жасыма дейін мен жаңа өзің айтып отырсың ғой. 16 жыл любительский бокста жүргенбіз. Ол жай бір боксшы болған жоқпыз. Бала кезден кадеттен бастап ұлттық құрамада жүріп, Қазақстан чемпионы болдық, басқасы болдық, анау болдық, мынау болдық. Олимпиадаға үміткерлердің бірі болдық, жағы бір емес, 2 олимпиадаға жағы 2008-2012 Лондон олимпиадасына. Енді жағы Арман бауырымыз айтқандай, мынандай спортшылар жағы Данын әкеп мынандай спортшыларды жүрмін дейді. Ондай деңгейде жүрмейді деп ойлаймын енді. Ол біріншісі. Екіншісі айтарым енді жалпы ММА ол менің білімше, менің емес, бүкіл қазақ еліміздің білімше ол олимпийский вид спорта емес. Сондықтан ММА мен бокс егер салыстыратын болсақ, бокс қайда, ММА қайда? Бокс ол басқа әлем. Бокстың өз қиыншылығы бар, ММА-дің өз қиыншылығы бар. Бірақ бокс деген ол мүлдем басқа спорт түрі да. Болып тұр ғой. Сондықтан ол айтайын деген. Одан кейінгі жағы айқай шу деп жатыр. Енді айқай шу деп мүмкін мен айтпай жатқан шығар енді. Айқай шу жағы Ануарбекті айтып жатқан шығар енді. Біз енді мынау жеткен жетістігіміз жағы хайп дейміз ғой. Хайпты ешқашан қоймаған адамбыз ғой. Хайпты жағы қолап жүрген адамдар бөлек ол. Хайпты қазіргі уақытта, қазіргі заманда адамдар неше түрлі тәсілмен танымал болғысы келеді. Жағы Арманда айтып жатыр ғой. Айқай шумен біреу жағы киімін шешіп жатады, біреу жағы киініп жатады, біреу жағы айқайлап жатады, біреу жағы біреуді ұрып соғып жатады деген сияқты. Енді біз өмірлік мынау жетіп жатқан жетістігіміз, еңбегіміздің бәрі әуелі Алланың арқасында, мынау өзіміздің шынайы еңбегіміздің арқасында, ешкімнің Алла жібін аттамай, ешкімге айқайламай, ешкімді ұрмай, соқпай, әйтеуір жай келе жатқан адамымыз ғой. Сондықтан мүмкін енді Арман мүмкін енді мен Арман енді білмеймін ғой, ол да мені білмейді. Енді өз ойын, өз пікірін айтып жатыр деп ойлаймын. Енді оны әркім айтқан адамның аузына жағы қақпақ бола алмайсың ғой. Енді былайша айтқанда анау қазақта сөз бар ғой, ит үреді, керуен жүреді дейді. Сол сияқты әр адамның айтқан сөзіне мән беріп, қатты ойлап, уайымдай беретін болсаң, оны денсаулықтан денсаулық қалмайды. Сондықтан жігіттердің бәріне сәттілік, өз айтқандай жағы Алла баршамызға жар болсын, бәрімізге төреш тек қана бір Алла. Бұл сұрақты қойып жатқаным мен жаңа провокация ондай емес. Көбісі жазады ғой енді, сізде оқитын шығарсыз комментарийде, неде, мұхит сізді как шоумен ретінде ғана біледі да. Мен сол таныстырып өтейін, бокс әлемінде жүрген соң мен айтайын дегенім, осындай дәрежеге барған боксер мұхит ағамыз. Тек қана блогер деп айтады, біреу шоумен деп айтады. Негізі басымен боксер, одан кейін бапкер. Енді Нака мен тоқтала кетейін бұл жерде. Енді Мәкең бокс жасқан кезде ол жерде былай социальный сеть дейді ғой, былай дамыған заман болды да, мысалға 2009-дар, 2008-де Инстаграм желісі болсын, басқа да.
жерлер қатты дамымады да. Сол себепті сборныйда жүргендіктен олардың мақсаты тек әлем чемпионаты және олимпиада болды да, ол жердегі мақсат. Ол жердегі спортшы ретінде Маке өзінікін жасады да, мысалға результат жасады да. Мына жаққа ой жоқ дейсің ғой ондай вообще. Мына жаққа медиа жағынан болмады. Ой жақ болмаған, медиа мүлдем болмады. Өзі болмады. Медиа хабар телеарнасы. Иә, ал қазіргі сәтте Мәкені білеміз, спортты насихаттаушы, жас ұрпаққа өзін үлгі ретінде көрсетіп, жас буындарды тәрбиелеп жатыр да. Сол социальный сетьті тренер болған кезде ғана бастадыңыз ба? Или ол өзі сөйтіп келді ме өзі? Бұл сұраққа мен былай жауап берейін. Жалпы қазіргі уақытта мен сұраққа қазір жауап беремін, бірақ сұрақтың алдында басқа нәрсе айтайыншы. Кеше мынау қазір Таиландта бізде жекпе-жек болып отыр ғой, бокс, Кубок Короля дейміз ғой. Иә. Жылда болады. Ол Кубок Короляға кезінде өзіміз де қатысқанбыз. Сол жақта қазір жас боксшыны Төрехан Сабырхан. Дұрыс айттым ба? Иә. Төрехан, жас бала, Мен қазір Төреханның фанатымын қазір. Төрехан бауырыма. Бәріміз фанатымыз. Алла тағала тіл көзден сақтасын. Иә. Енді болашағы зор бала. Кеше қырғызбен боксасқан көрдім. Жартылай жекпе-жегін, жартылай финал дейміз ғой. Қалай жағы сезімталы, чувствосы, рингте өз-өзін көрсету, шоумен. Мұхит ағасына тартып кеткен ғой. Мұхит ағасы тартып емес, Мұхит ағайда асып түскен шоумен ол. Сонша кеше көріп жатырмын да, жүрген жүрісі, движениясы, қалай елдің халқын назарын алады, елдің халқын көзін өзіне алады. Қандай керемет. Одан бөлек, кейбір боксшылар бар да, әдемі боксасып келе жатады да, бірақ соқ қалып артынан шайып кетеді да, мысалға. Ол боксасады да, ұрады да, әдемі финттер жасайды да, ойнайды да, ел халықтың публикасын көз назарын өзіне алады ғой. Бұл бокс деген жалпы шоу. Жаңа дұрыс айттың. Иә, мен шоуменмін. Мен бұрыннан шоуменмін. Мен бала кезден шоуменмін. Жаңа айтып отырмын ғой. Егер де мынау интернет деген болса, сол кезде, мен кезде болса, ойбой, мен сол 97-98 жылдан бастап хит болатын едім. Мен халықты жақсы көретін, елді жақсы көретін. Ана Төреханда айтады ғой, рингқа шығып жатқан кезде жарысқа жекпе-жекпе, как будто не на бой, а как на праздник выходит. Бір мейрамға шығып жатқандай, мерекеге шығып жатқандай. Асығады, рингке асығады мысалға. Сол сияқты бұл жерде айтайын деп отқан, мен бала кезімде тура сондай болатын. Тренировка істеген кезде эпатажно қарап, ана бокс сарайда трибуна болатын, бізде бокс сарайда тренировка жасаймыз. Трибунада әкем отыратын, көкелерім, ағаларым келетін мен тренировканың спаррингтерін көруге. Сонда қарап отырады да, и соларға қараймын. Қуанатын и әр движение, бой стильный жасағаныма, скакалка секіргеніме, любой движениеме қарап отыратын. И содан мен кайф алатын. Мысалға көбі спортшылар одан қысылады жоқ. Иә. Ойбай қарап қойды, ұялады. Өзіне ответственность көп алып қойды. А бізде наоборот, менде наоборот жоқ. Мен содан ләззат аламын. Кайфовать етеді. Кетедім. И мен туған күйеу балам сондай етін, Ғани Жайлов деген. Тоже шоумен етін ол. Соны айтайын деп жатқан, мінекей, бұл ринг сахна ғой. Бауырлар, ағайындар, ринг болсын, татами болсын, ММА клетка болсын, бұл сахна. Адам не үшін келеді саған? Не үшін келеді? Шоу көру үшін келеді. Не үшін Ануарбек пен Мұхит Амантаевтың жекпе-жегіне бүкіл қазақ елі қызығушылық танытып көргісі келіп жатыр. Өйткені бұл шоу. Мен мысалға бір әртістің концертіне билет алдым. Егер де маған қызық болмаса, мен тұрып кетемін, мүлдем бармай қоямын. Ал егер де ол Төрехан деген ініміз әдемі бокстасып жатыр, мен ертең финалдық жекпе-жегіне билет сатып алып, именно соның бойына барамын. Өйткені ол не только боксер, ол әртіс, ол шоумен. Халыққа адам өз-өзін сата білу керек. Өз-өзін сата білу керек. Халықты қыздырту керек. Почему профессиональный бокс Америкада дамып кеткен? Почему они все эпатажный? Рой Джонс, Флойд Майвезер, Майк Тайсон, Геннадий Головкин. Почему? Көп. Потому что рингте Рой Джонс қалай. Шоумен, они не только боксируют, они эпатажно, билейді, көрсетеді, кел, шақырады. Вот, сондай болу керексің. Вот сондай елге халыққа қызығушылық танытқан кезде халық сені көруге келеді. Сені ұнатады, сен билет сата білу керексің, концертіне билет сата білу керексің. Сондықтан қазіргі жастарға, жігіттерге айтарым, өз-өздеріңді сата біліңдер, камерадан қысылмаңдар. Айта берсін, ел халық кім не десе де, ол бес саусақ бірдей емес, әркімнің аузына қақпақ бола алмайсың. Ол анау жаман дейді, мынау жаман дейді. Оны әркімнің сөзіне мән бере беретін болсаң, ауру боласың. Мән берме. Делай свое. Ты не для них живешь, ты өзің үшін өмір сүріп жатсың, өзің бақытың үшін, өзің қуаныш үшін. Олар сен бала шағаны бақпайды. Иә, сен бала шағаны жанұяңды бақпайды ол.
өзің бақыттысың ба, болды, істе. Самое главное, халал түрінде болу керек. Бисмилля, и за грани переходить тоже нельзя, и ұра беру керек қой, болды. Мынау қазіргі профессиональный бокс болсын, ММА файтерлар болсын, мысалға, ең біріншіден олар медиасына қарайды. Инстаграмын қалай жүргізеді, өзінің халыққа қалай көрсетеді, соған қарап, олар контракт соған подписать етеді да, қазіргі жағдайда. Райан Гарсия кімге? Делахояда болды ғой, ла? Иә. Тиктокын көрсеткен ғой әшін. Бой емес, тикток көрсетті. Страницасын көрді, тиктокын қанша миллион подписчик просмотрларын қылады да. Контракт. Бұл бір бой, бір спарринг көрмеген. Потому что елге халқы сол қызық. Мысалы, қандай мықты спортшылар бар, қандай беуші жігіттер бар, бірақ медиасы өте әлсіз. Олар қызық емес. Ол қанша 20 нокаут болсын, Тайсоннан асып кетсін. Элементарно кеше мен спарринг партнер келіп отыр, Руслан Мадиев. Қандай жігіт? Геннадий Головкин қасында 5 жыл жүрген Лос-Анджелес, Америкада. 20 рекорды, 20-0 ма, 22 ма сондай. Қанша рекорды? 20 жекпе-жекте өткізген. 20 жекпе-жек қанша нокаутын отқан. Бірақ медиасына кірсен, аз. Оқырманы аз. Статистикасы аз. Скромный, өте жарайды, қарапайым, скромный болсын. Бірақ, жан машина, түсірсін. Тренировка істеп жатқан күнделікті түсірсін. Жаттығу, отжимание істеп жатыр ма, шай ішіп жатыр ма, су ішіп жатыр ма, түсірсін. Бәрін сала берсін. Елге халыққа сол қызық. Танып бастайды. Тани бастайды. Адам ретінде. Тани бастайды. Не деген мықты жігіттер солай танымал болмай жүр. Хотя олар лайықты. Жүр ғой анау қазір, неше түрлі жағына, жігіттер айтып жатсыңдар ғой жағына. Неше түрлі қапайжорлар, блогерлер, қайпажорлар, ау-мау сөйлейді там туда-сюда мысалға. Өйткені мәке. Олар кім? Руслан Мадиев кім? Өйткені көріп жатамыз қазір мынау медиа лигалар шықты ғой. Жай қарапайым адамдар сол өзінің бір эпатажный нәрселері арқылы жай мықты спортсменге қарағанда просмотр көбірек жинайды да. Солар более қызық болып тұр да. Олар либо олардың біреу құлағанын көргісі келеді, либо наоборот жастар поддержать етіп келеді. Мәке, жеке сұраққа тоқтала кететін болсақ, өзің братан қандай әке болуға тырысасың? Ол қанша бала шағаң бар, сонымен тоқтала кетсең братан. Бокс жайлы келдік те сендер сразу былай жүрекке тықтыңдар ғой, семья кіріп кеттіңдер ғой. Берден былай ғой енді. Қазір бокс жайлы жалғастырамыз ғой. Алланың берген арыстан 3 қошқарым бар. 3 қошқар болғанда 2 қошқарым бар. Бір сұлудай ару қызым бар. Аллаға шүкір, альхамдулилля. Балаларымды өте қатты жақсы көремін. Бәріміз жақсы көреміз да балаларымызды. Бірақ жақсы әке болып отырсам, сөздің қысқасы, жақсы әке болып әйтеуір ұрсатын жерде ұрсып қойып, екелетін жерде екелет деген сияқты. Жалпы бокс залда кішкентай балаларға қалай қарасам, мен балаларды ешқашан бөлмеймін. Өзім туған балаларыма қалай қарасам, залдағы кішкентай балаларыма да солай қараймын. Сондықтан жақсы әке болып отырсам. Отбасыңдағы ер азаматтың рөлі сен үшін не, братан? Ер азаматтың рөлі ерекше ғой. Енді Алла тағала бізді еркек болып өмірге жаратқаннан кейін бізде сұрағымыз көп қой. Алла тағаладан бізден сұрайтын нәрсесі көп, жауапкершілігіміз өте көп. Енді Алла тағала бұл өмірге қыз бен еркекті жаратқаннан кейін қыздың сұрауы әлдеқайда аз деп ойлаймын енді менің ойымша. Ана айтады ғой, қызды жаңағы 5 уақыт намазың болса, 5 уақыт дәретің болса, Аллаға деген махаббатың болса, болашақ жарыңа, яғни күйеуіңе адал болсаң болды дейді. Жанат саған обеспечен дейді. Ал еркек адам несі көп. Әйел адамға жазып алған ғой оны. Сен ағаңа қарау керексің, әкеңе қарау керексің, інің, бауырың, туысқан көршілермен жақсы бол деген, бала-шаға жақсы қара деген ондай жоқ та. Обязанность. Обязанность мүлдем аз. Ал еркек адамда жауапкершілік өте көп. Ең бастысы ол жаңағы біріншісін айта кетейін, 5 уақыт дәретіміз бар, 5 уақыт намазымыз бар күнделікті. Одан бөлек жаңағы ең бастысы Аллаға деген жақсы істерліктер, жақсы амалдарымыз бар. Одан бөлек анамызды бағу керекпіз, әкемізді бағу керек. Одан ағалық міндетіміз бар, інімізге атқаратын. Одан өзіміз іні болып, біреу ағамыз болса, ағамызға іні ретінде атқаратын міндетіміз бар. Бала-шағаға дұрыс тәрбие беретін міндетіміз бар.
одан бөлек жағы бауыр туыстарымыз бар. Құранда жазылған көршімен жақсы болу, көршің бар, туу туысқан бар, туу туысқан деген жауапкершілік өте көп бізде. Сондықтан ер азамат деген Алла тағала бізге осындай ер азаматтық өмірге келтіргеннен кейін жауапкершілік өте көп. Сондықтан ең бастысы менің енді бұл жерде айтарым, ер азамат екі сөйлемеу керек. Ол біріншісі. Мінезді болу керек, ар-ұятты болу керек, адамгершілігі зор болу керек, Алладан қорқып Алланы сүю керек, Аллаға жақын болу керек. Ер азамат осы ұстанымдармен өмір сүрсе, ешқашан жаман жолға түспейді деп ойлаймын, адаспайды деп ойлаймын. Сол сияқты ер азамат бізге Алланың берген үлкен жауапкершілігі де айтсам болады. Екіншіден бізге берілген дар дейміз, үлкен қасиеті, үлкен жүк. Сондықтан осы жүкті өміріміз біткенше Алла аманат бізге ер азамат қылып осы берді ма, сол аманатпен бұл өмірден өту керекпіз ғой. Достойно арқалап өту керек дейсіз. Аха. Осы братан, адам ретінде ең қатты өзгерткен нәрсе не болды? Адам ретінде ма? Адам Өте ретінде. жақсы сұрақ. Мен былай жауап берейінші. Жылдан жылға адам өзгереді екен. Мысалға мен 20 жаста мүлдем басқаша болғам. 25 жаста мүлдем, 30 жаста мүлдем басқаша, 35 жас, қазір 38 жаста мүлдем. Өмірлік ойлайтын ойларым, алдағы мақсат армандарым мүлде 360 градусқа өзгеріп кетті. Ең бастысы адами құндылығым, адами өзгерісім бұл өмірде ең бастысы қазіргі уақытта Аллаға жақын болу. Өз-өзімен күресу, былайша айтқанда. Өз-өзінде адам өз-өзімен күресу керек қой. Жаңағы айтып жатсыңдар ғой, анау сөйлеп жатыр, мынау сөйлей берсін. Оны әркім біреуге дәлелде, біреуге айтудың қажеті жоқ. Сен өзіңе дәлелде, өзіңді дұрыста. Менің максималдық түрде өзімнің нәпсімен күресу. Максималдық түрде менің өзім мінезім өте эмоциональный адаммын ғой, енді көріп тұрсыңдар ғой өзен. Максималдық түрде мен қазір қарапайым болу. Максималдық түрде қарапайым болу, ең бастысы мейірімді болу, мүлдем тәкаппар болмау, максималдық түрде Аллаға жақын болу. Жаңағы көрермендер ойлап қалмасын, ойбай, мұхит ағай, ойбай, анау ертеңгі күні жаңағы бір жерде бір вечерлерде көріп, кеше Алланы айтып жатыр деп жаңағы. Бұл жерде мен айтарым, Аллаға шүкір, альхамдулилля, мен бір керемет мұсылман емеспін. Бір керемет бір Алланың бір міндеттерін бір орындап жүрген бір мұсылман емеспін. Бірақ қолдан келгенше Аллаға жақын болып, Алланың дұрыс жолында жүруге тырысып жүрмін. Соларды ізденіп, көріп, оқып деген сияқты. Иә, кемшілік қателіктерім бар. Қателік бәрімізде бар. Сондықтан жаңа айтып отырмын ғой, максималдық түрде өз-өзімен күресіп, қазір саллаллаху алейхи уассалам Мұхаммед пайғамбарымыз бар ғой, сол кісіні қатты ойламайтын, мүлдем ойламайтын ол кісіні. Сол кісінің көп ойлаймын. Ойлағанда сол кісінің өмірін қазір оқиын деп жүрмін. Жалпы ол кісі қандай болды, ол кісі кім болды? Менің мақсатым, ол кісіні біз ешқашан көлеңкесіне де жақын болмаймыз. Бірақ менің арманым, мақсатым, Алла тағала пайғамбарымыз қалай жақсы көрді, жалпы мені де бір кішкене болса бір солай сүйсе екен деймін. Ал солай сүюге мен не істеу керекпін деген сұрақ тұрды өзіме. Өз-өзімді жақсы жаққа бет бұру, жақсы адам болу. Ер азаматтық жайлы айтып отырмын ғой, ер азамат болу, жақсы адам болу, қолдан келгенше, қолымнан келіп жатса жақсылық жасау, қолымнан келмей ма жақсы нәрсе ойлау, жақсы нәрсе сөйлеу, жақсы нәрсе көріп, өз-өзіме жақсы нәрсені тілеп, жақсылықты адамдарға тілеп, жақсы нәрсеге ұмтылып жүру деген сияқты. Сол сияқты жақсы адамдардан жақсы болуға деген сияқты. Қолдан келгенше бір сондай адам болуға жалпы қолдан келгенше тырысып жүрмін. Өз-өзіңмен күресу десеңізші. Күніге өз-өзімен күресу. Мәке, осы Ануарбек екеуіңде мысалы сөзбе-сөз келіспеушілік болып жатты ғой. Сонымен хайп бәрін түсінемін, бірақ адам деген личностьқа өтпеу керек та. Ол андай сұрақтар нелер кетті да, ойбай там 200-ді не деген. Соған вообще қалай қарайсың бірге? Енді Ануарбекпен шыны керек, әрдайым айтып жүріп, ешқандай ренішім жоқ. Алла тағала бәрімізге төреші. Ануарбекке Алла тағалам жүрегіне мейірім берсін деп айтқым келеді, иман берсін. Құдай қаласа ол істеп жатқан іс-тірлігінен дұрыс жолға түседі деген ойдамын. Дұрыс нәрсені насихаттайды деп ойлаймын. Енді бәрімізге төреші бір Алла ғой, ол мен қандай екенін білмейді.
мен ізбен жүрген жоқ. Ол әне күні жаңағы соңғы пресс-конференцияда отыр, сұхбатта отыр. Ол маған айтады да, жаңағы мен күліп отырмын да, маған айтады: "Сен мен жүрген жолмен жүрген жоқсың. Сен мен жүрген жолмен жүрсең, сен жүре алмайсың" дейді да. Мен айтамын да, күліп жаңағы отырмын ғой. Мен айтамын да, сен жүрген жолмен басқа ешкім жүрмей ақ қойсыншы деймін да. Сен жүрген жолмен ешкім жүрмей ақ қойсын. Сен айта, біз жүрген жолмен, мен жүрген жолмен жүре деп жатырмын да, жаман болмайсың деп жатырмын да, Аллаға шүкір, альхамдулилля. Сол сияқты мынау енді алда жекпе-жек келе жатыр ғой, соны қызықтырып жатыр, соны жасап жатыр. Ел халық біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Жаңа наличность деп жатсың ғой, дұрыс айтасың. Наличность тоже кетуге қатты болмайды. Қатты кетпеу керек, Қатты кетпеу керек. Әр нәрсенің өзінің шегі бар. Сондықтан Алла амандық берсе, енді біз Ануарбекпен болып жатқан арамызда мынау Құдай қаласа жаңағы айқай-шу деп жатыр ғой ел халық. Бұл айқай-шудың да өз мәресіне жететін күн болады. Ол Құдай қаласа 5-6 күн қалды, Алматы қаласында жекпе-жегіміз болады. Ринг төрінде бір-біріміздің бетімізге қарап, ол жерде тек қана екеуміз ғана боламыз, бір төреші болады, рефери дейміз ғой. Алла амандық берсе, сол жерде бүкіл сұрақ, жауап бәрі сол жерде шешіледі, Алла берсе. Қол алсаңыз ба бойдан кейін? Әрине қол алсам. Қол алсам, мен оған айтып отырмын, ешкімге мен ренжісім жоқ. Алла амандық берсе, ол да қазақтың баласы, ең бастысы. Бұл жекпе-жектен ең бастысы ол ақша табады. Ол жаңа Ануарбек айтып жатыр ғой, ол не үшін келді сізге қалап болды? Айтып отыр ғой, тәкаппар, 200-ді, ол сөзінде жаны бар ма, или не үшін ол сөйтіп айтып отыр? Қай жақтан алдың? Енді ол сөйлей береді ғой, оның алдындағы пресс-конференциясы басқасы бар, оны көрсіңдер, оны сөйлей береді, айта береді, оны былайша айтқанда ауыз жалмайды ғой, ауыз жалып жатса да басқа жерге сөйлеп жатады ғой. Соны жаңағы берді айтайын деп жатқан дүние, енді ол әр айтқан сөзіне өз жауап береді уақыт келгеннен кейін. Мен төреші емеспін оған. Бірақ Құдай қаласа ринг төрінде кім екенін Құдай қаласа көрсетеміз бұйырса. Неге именно сізге келіп қадалып қалды ғой? Енді қараңдар, бұл сұраққа мен былай жауап берейін. Бізде Америка, Европадан, мысалға батыстан, басқа елден келе жатқан Ануарбек әуелі Алланың қалауымен. Мен алдымда кім болды? Ал қазір кім? Мен алдымда қандай жағдайда жүрді, қазіргі уақытта қандай да жағдайда жүрді. Қазір Аллаға шүкір ит пен мысыққа таниды оны. Менен осы 5-6 ай болды ғой, Санта Барбарымыз сериал созылып келе жатқанда. Сол сериал созылып келе жатқалы бері 50 мыңнан астам оқырман жинаған. 50 мыңнан астам. 50 мыңнан астам деген армия ғой. 50 мың әскермен кезінде Шыңғысхан бір мемлекетті басып алатын. 50 мың әскер бар. Менен осы байланыста маған тисе бастаған кезде мен қарағам. Сонда оқырман 30 мыңнан 40 мың арасы болған. Қазір 80 мыңнан асты. Ол біріншісі. Мен залда ешкім танымайды мұны. Қазір бәрі таниды. Жігіттерден сұрамай, Ануарбек танисыңдар ма сен? Мұхит ағай, біз оны мүлдем танымайды екенбіз, сізге сөйлеп тисе басқанын тани бастадық, көре бастадық дейді. Алла амандық берсе, бұның статусы қазір өсіп жатыр. Одан бөлек ең бастысы финансовый жағдай, ақша жағынан өсіп жатыр, гонорары. Бұл екеуміздің болатын жекпе-жекте өте жақсы ақша алады, Аллаға шүкір. Бұндай ақшаны өмір алмаған. Алла амандық берсе, бұдан кейін келесі шығатын жекпе-жектерге бір қадам алда тұрады да бұл. Бұл уже аз гонорарға шықпайды. Мен осындай гонорарға шыққан, төлеңдер дейді мысалға. 6 күні орысша айтқан кезде меньше слов, больше дела ғой. Иншалла. Тек тірлікпен ғана дәлелдейміз. Иншалла. Ал енді көтеріле алмай жүрген адамдарға айтайын дегенім, Метрон деген компания Қазақстан бойынша 2000-нан аса лифт орнатылған, өз ісінде шебер екенін дәлелдеген бүгінгі біздің подкасттың спонсоры Метрон компаниясы. Рахмет. Таң атпай мынау 9-дан бастап зал ашылып, подкастымыз болып жатыр. Соған бізге құрмет көрсетіп, спонсор болып жатқан Пабло сеть кофейн үлкен. Соған көп рахмет айтамыз. Кофейня, Алла разы болсын. Ояңдырып жіберді ғой. Пабло, сендерге рахмет. Мұхит ағайдың ағайы болып жүрсін. Дайындық қалай өтіп жатыр? Дайындық өте жақсы. Мәкені өздеріңіз білесіздер. Әрдайым спортта, мынау өзі айтып жатыр. Кезінде анау МВД-де істеген кезде де менде боксқа деген порық дейді ғой. Порық сол кезде де менде болатын дейді. Сол кезде 6 жыл бойы мен рингқа талпыныс жасадым дейді. Сол кезде. Оны бағана сөйлесіп отырған кезде айтып жатыр да. Сол кезде менде желание дейді, құлшыныс дейді қазақша айтқан кезде. Сондай бір қатты болды дейді да. Мәкен өздеріңіз білесіздер, әрдайым спортта күнделікті жас балаларға өте керемет насихат жасайды.
жас буындармен спортқа деген құлшыныстарын ашады. Дайындық өте жақсы. Дайындық жақсы болғандықтан осындай жақсы формаға кіріп жатырық. Енді бұйырса алдағы жекпе-жекте мықты формасын көресіздер. Оны алдында Мәке тек бір тренировкамен шектеліп жүрді. Ona дайындық болғандықтан 2 айдан аса 2 жаттығуға кірістік. Физикалық тұрғыда, функционалдық тұрғыда, техника, тактика, психология жағынан, барлық жағынан иншалла Мәке дайын болады. Соны өте бір керемет, жақсы бір жарқын жекпе-жек өткіземіз деген ойдамын. Енді әрбір тренердің, бапкердің бір мақсаты спортшыны, боксшыны травмасыз алып келу. Енді міне жекпе-жегімізге 1 апта уақыт қалды. Аллаға шүкір, самочувствиясы, салмағы, психологиялық тұрғыда өте жақсы. Мен тренировкаға келген кезде әрдайым Мәкеден сұраймын: Мәке, қалай көңіл күй, самочувствие? Мәкенің самочувствиясы әрдайым позитив. Таратып бере ме? Өзінің енді мені кішігірім андай қатты ашыламаймын да былай сөйлеп. Мәке сол бір позитивті береді да адамға. Сол позитивті ашқызып, настроение көтеріп, әрбір жаттығуымыз өте жақсы көңіл күйде өтіп жатыр, Аллаға шүкір. Енді сол бір өзінің бір қалай айтсам болады, кезінде любитель болсын, профиде өзін бір көрсете алмаған бір порық дейді ғой. Сол порқын бұйырса Алматы аренада, Алла бұйырса барлық жекпе-жек 8 раундтық жекпе-жекте біз иншалла көрсетеміз және біз мықты екенімізді дәлелдейміз. 2 ай болды ма дайындалып жүрген бірге істеп жатқандарға? Неге Куба? Енді көп қой. әуелі Алла ғой енді. Әуелі Алла, жаңағы айтып отырсыңдар ғой, әр нәрсе бұл өмірде Алланың қалауымен болады. Талдағы жапырақтың өзі Алланың қалауын түспейді дейді ғой. Сол сияқты басында дайындалам деген кезде жекпе-жекке бірден ой, басқа бапкерлер ешкімді ойламай. Кемеді ой? Ернұр. Ешкімді ойлаған жоқ, Ернұр. Бірінші вариант Ернұр болды. Екінші вариант Таразға кетіп қалу болды. Таразда өзім күйеу балам бар. Сол туған күйеу балам Ғани Жайлауов деген. Ол да бапкер. Кезінде тоже мықты боксшы болған, Олимпиадаға барған, әлем чемпионатының қола жүлдегері, Қазақстан бірнеше дүркін чемпионы болған, тоже халықаралық дәрежеге спорт шебер, мықты бапкер қазіргі уақытта. Соған барып дайындаламын. Сосын енді Таразға баруға кетейін деп тұрған кезде өз-өзімді ұстап қалдым да. Сосын Ернұрға келем деп шештім. Сосын яқта Абылай деген өзіміздің ініміз бар, бауырымыз бар тоже. Ол да келіп маған өз кеңесін беріп: Әке, братан, Ернұрға не қылсаш, дайындалсаш деп. Сөйтіп Ернұрға келіп, келісіп екеуміз, Аллаға шүкір, 2 ай екеумізді Алла тағала екеуміз арамызды қосып, мынау әр бапкердің бір стилі болады да. Ол стильді, бокстық стильді екінің бірі алып кете алмайды. Мысалға 1000 бала болса, 1000 баланың ішінде ол стиль бірақ балаға келуі мүмкін. Почувствовать надо, да. Бір-бір сезінесің. Ол мен мысалға былай қазақи тілмен бәріне түсінікті болсын былай айтайын. Мысалға Канело Альварес. Ол бір стиль. Жаңағы өзінің бапкерін. Қаншама жыл сонымен келеді. Майк Тайсон, Газдамата, бір стиль. Канело бір 2 оқушыны алған, 2 емес, мен білетін көп оқушыны алған, бірақ соның ішінде кім болды? Жаңағы Инстаграм жұлдызы жаңағы. Гарсия ма? Райан Гарсия болған. Одан бөлек Оскар Вальдес сол болған. На стиль бам деген стиль оларға келемады. Олар сосын бапкерлерін ауысып кетті. Олар Рай Канеломен кетті. Мен берді айтайын деп отқан, біздің Ернұрдың маған беріп отқан стилі екеумізге ойымыздан шықты да. Бұның беріп отқан стилі маған жағып отыр. Тура мен өзіме төбелес қой сол. Мексиканский, қазақ стиль. Бам. Канело ғой, приблизительно Канело. Төбелес, жақын ұрыс, қысу, давление, ұру, демалтқызбау деген сияқты. Өзі айтып отыр, Ернұр бауырым, Алла разы болсын, 2 айдың ішінде екеуміз мінекей тамаша жаттығу өткіздік. Одан бөлек ең бастысы екеуміздің қарым қатынасымыз, Аллаға шүкір, әуелі Алланың арқасында екеуміз мінекей нағыз бауыр болып, аға іні болып, мысалға мынау Ернұрдың залы менің залым болды, бұның үйі менің үйім болды деген сияқты. Сондықтан Аллаға шүкір, альхамдулилля, біраз нәрсе тек қана спорт жағынан емес, жаңа айтып отыр ғой, физподготовка, техникамыздың жағы бар, функционалдық жағымыз бар, психологический жағы ойымыз бар. Оның бәрін айтпас бөлек тағы да екеуміз аға іні ретінде
жақын болды. Бауырлық қатынас. Бауырлық қатынас. Алла берсе, иншалла, Құдай қаласа, енді бұндай жекпе-жекпен Құдай қаласа, енді Алла қаласа 8 раунд емес, 12 раундта төбелесуге күш қуатымыз бар, альхамдулилля. Ереке, сіз, допустим, Мұхит ағайдан басқа, Жалғас Жұмагулов, Даулет Даукенов, Дамир Исмагулов, действующий боецтер дайындап жүрсіз ғой? Разница бар ма арасында? Маке қанша төлі бокс рингке шықпағаныңыз? 3 жыл болды. 2022-де шыққам соңғы мәрте. Сол действующий боецтермен арасында разницасы? Ну, разницасы деген бар ма, кезде сезіле ма или сезілмей ма? Как будто действующий сезілмейді. сондай формада жүр ма? Сондай формада Жасымыз 38-де отыр. мен бір таңғалғаным, енді ең біріншіден Мәкеге ең бірінші мақсат бізде Мәкеге деген өзіне деген бір сенімділікті арттыру болды. Менің ең бірінші мақсатым. Бұл жерде ол сенімді қалай мен арттырдым да? Бұл жерде мен ең біріншіден 20 жекпе-жек өткізген Руслан Мадиевпен және 20 жекпе-жекте өткізген Даулет Даукен. Қазіргі таңда действующий боксерлар. Сол действующий соңында. Иә, солармен алдында бірінші спаррингтарын солармен қойдым. Неге өйтіп жасадым? Неге ондай тактика болды? Өйткені Мәке біраз уақыт шаршалаңға шыққан жоқ. Ол атмосфераны сезіну үшін, өзіне деген бір сенімділігін арттыру үшін сол өте мықты действующий жігіттермен қойдым. Мысалға алатын болсақ, иә, Мадиев қайда, мысалы, және Ануарбек қайда да, мысалы алатын болсақ. И бірінші спаррингта кішкене ауыр кетті. Бізде шынына келетін болсақ, кішкене ауыр кетті. Мен Мәкеге айттым, бұл жерде сен функционалкаң қазір ашылады. Шыда деді ғой. Шыда дедім, шыда. Орды. Это мягко сказано. Орды. Бірақ Мәке оны білдірген жоқ. Өте андай намысқа тырысып, білдірген жоқ. Нормально деді, нормально, жақсы деді. Одан кейін келесі спаррингта уже Мәке басын қоса бастады. Бұл жерде жай ұруға, жай төбелесуге болмайды. Бұл жерде уже тактикамен келді, настроймен келді. Ол нәрсе өте жақсы қасиетті боксерда. Ең біріншіде боксшының IQ мықты болу керек та. Бұл IQ Мәкеде бар да. Бұл боксерский IQ деп айтылады. Иә, тек төбелес емес, төбелескенде де ақылмен төбелесу керексің. Бұл IQ-ды мен жақсы қасиеттердің бірі. Енді бұны бір мақтап не отқаным жоқ, дәрежені көтеріп. Как оно есть да бұл жерде. Енді Аллаға шүкір, екеуміз бұл жерде бокста тандем болу керексің да. Сен тыңдау керексің. Бапкермен ақылдасып бірдей жүріп отыру керексің. Бір направленияда. Сонда ғана результат болады. Сонда ғана жемісін көресің. Бұл жерде енді Мәке менен почти 10 жас үлкен, аға ретінде сыйлаймын. Соған қарамастан тренировочный процесте бүкіл ақылымызбен бөлісіп, бір-біріміз бір жақсы ой пікірге келіп, енді осыншама уақыт дайындалып, енді Алла бұйырса, бір аптадан кейін жекпе-жекке шығамыз. Иншалла. Иншалла, иә. Сообща. Егер бұндай тандем болмайтын болса, егер ой пікірің, бұл тренировочный планнан бөлек, егерде бір өмірге деген көз қарасың, ой пікірің бірдей болмаса, спортшымен жұмыс істеу өте қиын. Өйткені күнде 2 рет көресің. 2 сағат, 2,5 сағаттап, күнде бірге жұмыс істесесің. Ана даже дінде де бар ғой, адаммен сапарға шыққан кезде, бірге тұрған кезде адам қандай екенін білесің дейді. Аллаға шүкір енді. Бірге жақсы қарым-қатынаста болып, күніне 5-6 сағат бірге өткізіп, жақын болып кетті десе. Синхронно ғой, метроның компаниясы лифттер сияқты дейді. Бірге жұмыс істемесе болмайды дейді Ернұр ағай. Қазіргі уақытта мынау медиа деген мынау Конор мен Хабибті айтайықшы мысалға. Хабиб өзі 5 уақытта жүрген жігіт. Намазды, исламды өте қатты насихаттайтын азамат. Дұрыс па? Бірақ өзі UFC-де төбелеседі. Горилланы спонсировать етеді, көрсетеді деген ғой, амбассадоры деген сияқты сондай нәрселер. Конор Макгрегорды айтайық. Эпатажный. Конор Макгрегор ненің арқасында ел халықты қызықтырды. Ненің арқасында бүкіл әлемге әйгілі болды. Тіл арқасында. Тіл арқасында. Ол тіл бұлай тұрсын, ол іспен де дәлелдеді ғой. Ол пәленбай 10 жыл ұтылмай келетқан Жозе Алдоны 13 секунд тұғылап тұсар ғой. 2 весовой категорияда чемпион. 2 весовой категорияда UFC-дің әлем чемпионы болды ғой. Мысалы, сон... Мен жоқ, кешірім сұраймын, сөзім бөліп жатырмын. Айта салайын, просто есімнен шығып кетеді, боксеріміз ғой. Бұл айтайын деп жатқан Конор бұл сценарий жазады олар. Бұның бәрін істеп, мысалға анау Конор барды да бір подвалдың ішінде КамАЗына автобусына бір бәлен столды лақтырып кетті, ұрысты, айқайласты, төбелес. Ол үлкен сценарий жазылады.
елді халықты көзін алдыру, қызықтыру деген сияқты. Енді соның арқасында бұл жекпе-жекті бәрі күтті. Бүкіл әлем күтті. Көбісі мынау айтып жатады. Инстаграм желісінде комментарий болсын, басқа жерде сценарий деп жатсың ғой, братан. Тура Ануарбек пен өзің араңда бір какой-то бір сценарий бар ма? Сценарийдің бәрін Ануарбек келіспеші. мен сондай жасайтын негізіші. Ануарбек шақырмашы. Бірақ бұл жерде Ануарбек өзі режиссер, өзі сценарист, өзі ұрып жерді ғой бәрін. О жағынан ол красавчик. Қолдан келгенше бойды продвигать етіп отыр. Алла амандық берсе. Бәрі соны сұрайды да, біреу сұрайды, шын ба? Біреу айтады, бұл подстанова. Қаяқтың подстанова? Өзіме Ернұр Жармашин, сен сияқты залда жүрген адам ғой. Таңғы сағат 6:30-да келіп, түнгі сағат 12-де шығам айтады. Өзінен өзге мен жатқан, мені анау аяғыма тиісіп, арқама тиісіп, шұқылап, мені шығарып, сосын бағанағы сенің сұрағыңа жауап берген жоқпын сен. Сен айттың ғой, не үшін тиісті, не үшін не қылды? Мына сөзіміз бөлініп кетті ғой. Берді мен айтайын деп жатқан, менің нем, былайша айтқанда, Аллаға шүкір, әуелі Алланың арқасында, мен қай жерде, ол қай жерде. Ну, медиа жағынан айтайын, медиа жағынан. Конор Макгрегор оған не подписан? Иә, ол әрине мен үшін қуанышты. Конор Макгрегор жайлы айтасың ғой. Конор Макгрегор маған тіркелген маған. Одан бөлек Роберто Карлос футболист бар ғой, сол тіркелген. Сондай әйгілі адамдар тіркелгенде көреді, қызығады. Мен ол қуанамын. Мен айтайын деп жатқаным, ода менен жаңа осы байга басталған кезде ода 30 мың подписчик болған. А менде почти подлям. Аллаға шүкір, альхамдулилля, тағы да айтамын, әуелі Алла. Шетелде, Европада, Америкада, мынау қалай істейді? Кішкентай адам атын шығарып жер өрті дейді, үлкенге тиіседі жа. Анаған тиіседі, мынаған тиіседі. Рас қызық бола ма? Фук, сон жұлып кетеді. И солай тиісті ғой ол өзі. Мен біріндемедім. Аудиторияңыз бар, сол ғой. Иә, сол. Ал қазір соның арқасында оны бәрі таниды. Бәрі біледі. Мысалға, өзің айтып отырсың ғой, братан. Керуен жүреді, ит үреді деп. Осы Ануарбектің бір қай сөзі саған бір өтіп кетті, чтобы оны халыққа танымал етуді, сен аудиторияң мықты ғой. Неге үндемей мысалға кетуге болушы еді? Өте әдемі сұрақ. Осы сұрақ ешкім қойған жоқ. Мен жағы жеке өз басыма ешқандай сөз өткен жоқ. Ол Ануарбек сияқты менде монотон аяқта. Иә. Артта вагон қапшық жатыр. Ешқандай сөз өткен жоқ. Мен үйге келгем, жатқам. Ана жағы ең баста видеодан бастаудан ала. Бапкермен бокстасың, бам. Бұл бокс қой жаным. Ол білмейді ғой, ол таза мынау. Ағаш қой ол. Ертесінің барын жаңа ұйықтадым, азында жұмысқа отырып, телефон қарап қалсам, мыңдаған сообщение, өзім жеке жаңа дайрект дейміз ғой, жаңа өзім жекеме жазып тастаған. А бізде қазақтар сол ғой. Көбісі андай Құдай өзі кешірсін, ақымақ білімсіз ғой, Ануарбек сияқты. Оңға десе оңға, солға десе солға жүреді. Біреу жамандаса ол бәрі сол, жаман. Біреу жақсы. Неге біз жамандамай қойып. Сол ғой. Біз оны жекпе-жекте сөз жазасын береміз. Сол үшін дайындалдық. Сөзсіз не қыламыз? Бұл жерде мен айтайын деп жатқаным, бұл жерде былай ғой. Ана сол жағы немнеге ұрасың деп. Бұл жерде 100 комментарий болса мен демейтін. 200, 300, 400 комментарий. 3000 комментарий деген ол кәдімгі армия ғой. 3000 адам мені қарап етіп уже жауап қайтаруға уже мәжбүр болдым. Содан кейін барып айттым, ол мәселе ақталғанда емес, ол түсіндірдім ел халыққа. Потому что ана халық кішкене сәл тупет етіп жатыр да. Ол біріншіден ол айтып жатыр ол. Ана сенің оқушың деп жатыр. Қандай оқушы? 15-16 жасар оқу. Қараса, ол 28 жасар добалдай ол қошқар. Ана бокс интернатында оқыған. Темір тепсе темір үзетін. Кезінде Садридиндермен бокс жасаған жігіт ол. Нокаутер болған кезінде. Сонымен бокс жасап жатырмын мен оны. Сен біліп алса бірінші? Жоқ, сен жас баланы ұрып жатсың дейді. Білсе де ол... Білсе де атеист деп жатыр ол. Әдей. Сонымен бит. Ана басында битті ғой. Мені шақыр, болмаса өзім келем деді ғой. Ағырағында 5 миллион сұрап, ақша сұрап. Шайып кетті ғой. Төбімені алатын гонорарын алып, құда қалса жекпе-жек болайын деп жатыр. Бірақ орысша айтқанда, надо отдать должное, да, ему за это. Істей алады? Мен оған ешқандай ренішім жоқ, тағы да айтамын. Мен жаңа Ернұр сұрақ қойып жатыр ғой, бір өтетін жеке өзіме бір несі болды ма? Ешқандай несі жоқ. Кеше анау интервьюларын, сосын ана кеше подкастта жүрді ғой. Я у него в голове. Мен оны миына кіріп кеттім дейді. Конордың әңгімесін айтып отыр ма? Конордың бір бәлесін жеп қойған ба, істеп қойған ба білмеймін ғой.
негізі ондай бар ма ұйықтар алдында бір бойды бүйтіп ойлап ана ойлайтын кім ол? Кішкене Ол Майк Тайсон ба? ондай жоқ па? Ол Флойд Мэйвезер, ол хотя бы Қазақстан призеры ма? Кім ол оны ойлайтын? Уайымдайтын, ол оң қол қатты еді ғой. Ол сол қолмен боковой қатты тұрады деп бір ойланатын бір нәрсесі бар ма? Иә, көбінесе одан кейін комментарийда көп сұрақтар кетіп жатады да. Мәке, соншама дайындалдың ғой, Тайсон сияқты, Рой Джонс сияқты дайындалдың ғой бұл жекпе-жекке дейді да. Бұл осы жерге мен тоқтала кететін болсам, бапкер ретінде, әрбір жекпе-жекке сенің қарсыласың әлсіз болса да, қанша жерде мықты болса да, сен дайындықсыз шыға алмайсың. Сол себепті Мәке тыңғылықты дайындалып, өзінің абыройы, өзінің ертеңгі қалай айтсам болады, мықты жекпе-жек көрсетем деген ниетпен дайындалып жатыр да. Халыққа айта кететін жайтты осы жерде. Ануарбек үшін емес, өзі үшін в первую очередь. Ең біріншіден маған келген мақсаты, маған айтты, мен өз-өзіме дәлелдемеген істерім бар деді. Мен соны алдағы уақытта осы Ануарбекпен как раз болып тұр деді осы бой. Мен сол жерде мен өзімді дәлелдеп, өзімді көргім келеді деді. Осындай 38 жасқа келіп, осындай формада, енді 38 ары қарай 40 қой уже. Бірақ бұл өзінің возрастына өте мықты формада. Бұны былай өтірік, бұл подхалимшет мақтап атқаным жоқ. Енді Аллаға шүкір, Мәке өз деңгейіне, өз возрастына өте мықты формада. Қазіргі қарайтын болсаң, 38-40 жастағылар мынандай қарындар мысалға. Сол кісілерге бір жақсы бір үлгі болатын, жас ұрпаққа жақсы тәрбие, өнеге беретін адамдардың қатарында деп ойлаймын Мәкені. Сол ғой сұрап отқан, действующий боксерлармен спарринговать етіп отыр ғой, ана шлем непонятно, қайсысы Мәке, қайсысы Иә, өйткені, пытырласып. Өздерің білесіңдер, Мадиев бар, Мадиевтің соққысы қандай ауыр, оның стилі мексиканский да, оның мысалы кімнің Генаның тренері, Санчес дайындаған, олардың манерасы, техника, видение боялы тек алға және төбелесті. Бұл жерде 8 раунд сол жігітпен жекпе-жек өткізіп, спарринг жасап, одан кейін ар жақта крушада, лапада жұмыс істеп, сонымен дайындығымыз жалғасып жатыр да. Аллаға шүкір, өте функциональный. Айтады да, Ануарбек көп айтып жатыр да, функциональный мен оны жек қоямын дейді да. Басындағы раунд болмаса да, мен соңғы раундта. Біз иншаллах, біз 8 раундқа дайынбыз. Біздегі мақсат Ануарбекті құлату немесе технический нокаут деген не емес бізде да, мақсат емес бізде. Біздің мақсат ең біріншіден Мәкенің өз-өзіне, өзінің мықтылығын және функционалдық қанша жерге дейін баратын дәлелдеуді. Ол жағына мен иншалла гарантия беремді. 8 раунд смело. Өйткені көбісі ойлауы мүмкін да, шығып там төбелес болады, не болады деген сияқты. Біздің өзіміздің тактикамыз бар, өзіміздің жоспарымыз бар. Алдағы уақытта соны жекпе-жекте біз көрсетеміз. Құдай қаласа. Арман Оспановпен бастап ұмытылып кетті осы әңгіменің арасында. Залыңызға шақырмайсыз ба? Енді Арман Оспанов жігітке айтарым, Құдай қаласа, Алла амандық болса, жағы айтып жатыр ғой енді. Мынандай спортшылардан әкеп, мынандай спортшыларға түсіріп жердің ғой. Бұндай спортшылар негізі әңгіме қозғағанды ұнатпаймын деп жатыр ғой. Енді Арман айтарым, егерде деңгейім жағы өте төмен бір сондай бір неде ойда болса, бокстан Алла амандық берсе, бірге жаттығу жасап, бірге спортты насихаттап, өзім тәжірибемен бөлісіп, қандай боксшы екенімді көрсетуге дайынбыз. Бірақ только Арманға айтарым, мотиватор сияқты ертеңгі күні маған вызов тастап жүрмеңіз үшін. Соңғы жекпе-жек. Болды, осыдан кейін маған керек жоқ. Одан кейін жоқ па енді жекпе-жек? Білмеймін, Ернұр айтады ма, ой, Мәке, братан, шығамыз, қырамыз, жоямыз, сенде күш бар әлі дейді, қаяқта. Жаңа айтып, Руслан Мадиев бар, Дәулет бар, ұрып әбден мұрнымыз бар, аузымыз бар, құлағымыз бар, барлық жерімізде қанымызды шығаратын шығарып, әбден демалайыншы менсің. Жоқ, әлі бізде күш бар деп қойдым. Ештеңе айта алмаймын. Егерде мықты ұсыныстар болса, конкретный ұсыныстар болса, предложениялар болса, біз Ернұр екеуміз дайынбыз иншалла. Ернұр айтты, әуелі Алла денсаулық болып тұрған кезде жасап алу керек иншалла. Енді бір өзім личный бір сұрағым барды сізге. Сіз афроамериканский боксерлар бар ғой, соларды сәл слабый деп ойлайсыз ба? Жоқ.
ешкім слабый емес, афроамериканецтер тем более. Олардың техника бокс деңгейі өте төмен шығар мүмкін, бірақ олардың шыдамдылығы, төзімділігі өте мықты. Африканецтер олар Алла тағала оларды ерекше жаратқан ғой негізі. Былай бүйтіп адамнан келетін болсақ, олар өте төзімді болады, шыдамды болады. Олар өмір бақи осы уақытқа дейін құлшылықта келген адамдар ғой. Олар біз бен сіздер, біздің ата бабамыз істемеген нәрселер істеген олар. Біз олар жасай алмайтын нәрсені олар жасап тастаған. Сондықтан олар өте мықты. Мынау жаңағы бокс деңгейі жаңа айтып жатырмын ғой. Егер де ояққа мысалға Ернұр барып, Африкаға барып, жаңағы Кенияға ма барып жігіттер дайындайтын болса, Мәке береді олар. Ал былай или қара торы жігіттер или сары жігіттер сәл мықтылау деп ойлайсыз ба сіз? Жоқ. Ол мәселе. Анау бүйтіп постоянно айтасыз да, қара көр үйрен деп, кім қараға айтып жатсыз ол қара деген? Қара деп өзіме айтып жатырмын дегенсің ба? Қара көр үйрен, ол қара, маған қараңдар, көріңдер, үйрендер, жасаңдар деп. Қара балаларға айтып жатыр дейсің ба? Кім ол қара деп жатырмын ғой. Қара деген кімді түсініп жатырмын да, көр үйрен деп ойлаймын, может африканский боксерлар слабый деп ойлаймын. Жоқ. Қара деген типа смотри деген ғой. Қалжың өтті. Мен эмоциональный адаммын деп ше. Осы бір қатты бір ашу жиналып кеткен кезде, онымен қалай күресесің бәлкім? Қазіргі уақытта Аллаға шүкір жақсы, өте жақсы. Мен бір сәттер болған, мен өз-өзіме қатты қуанатынын, енді жігітпіз ғой енді, любой еркекте болады деп ойлаймын. Енді бірақ бізде, мен әкем сондай. Қанымыз өте бұрқырап тұрды. Енді әр қазақтың түбі ата бабамыз, батырлардың ұрпағымыз ғой. Бірақ батырдың да батыры бар дейді, тектің да тегі бар дейді. Мен өзім прямой потомок Мәмбет бабаның ұрпағымын. Мәмбет баба деген ол біздің Абылай хан ата бабамыздың, біздің қазақ еліміздің ханы, батыры Абылай ханның оң қолы болған, серігі досы болған, мысалға армиясының генералы болған, Мәмбет бабамыздың екі ұлы болған Бәйтерек Байзақ деген. Соның баласы Байзақ ата баба Мәмбеттің ұлы Байзақтан прямой тараған мен потомогым. Мысалға бір потомоктан біреу, мысалы, 1000 адам ұрпақ дамыса, сол 1000-ның ішінде бір өзі сияқты біреу екеу бір батыр шығады да сондай. Соны берді айтайын деп отқан, сол ата бабамыздан жаңағы батыр болған ғой. Сол ата бабамыздан Жаңабайымыз, ұлы жүз деген сияқты, сол қан солы сәл-сәл маған келген сияқты деп ойлаймын. Кішкене бет қойған дөргіндеймін да, кішкене кейбір кезде не қылып кетемін. Сол кезде жаңағы қатты бір ашулар сәттер болады, не болады, бірақ қуанатын өз-өзімді сабырлықпен жеңіп, осы көбінесе маған спорт көмектесті. Осы залға келгенде жаңағы өзім жаңағы боксшылар жігіттер бар, болмаса груша бар деген сияқты қатты 1,5-2 сағат бойы жаттығу жасап, өзімді жаңағы жаман энергетиканы бәрін шығарып тастаймын ғой. 2 жаттығудан кейін ешкімге ашуланбаймын дейсің ғой. О, бүйтіп жатасың ғой, су беріңдерші маған деп. Бір сәт болған, бір қызық жағдай айтайыншы сендерге. Бір Астанаға осы 2013 жылы келгем. Боксты қойған ол кезде Астанаға келдім. Сөйтіп жолда келе жатып, бір таксистпен ерегісіп қалдым. Таксист болғанда мен таксовать етіп жүрмін ғой. Ешқашан есімнен кетпейді. Шкода Супер Б деген машиналар сол кезде өте көп болған 2013-те. Правительственный машиналар. Жаңағы бүкіл правительственный, ішкі істер қызметкерлері, комитетчиктер, депутаттар, бәрі сол водительдер сол машинамен таситын сол үлкен басшыларды. И Шкода Супер Б. Мен ол кезде 400 бар, 14-пен келатым да, и байқамай жаңағы өзім паласамнан на паласаға кіріп кеттім да, байқамай. Болады человеческий фактор. И ана мені жаңағы обгон жасап, мені жаңағы тоқта, мен сен бүйтем, қазір қылқындырам, бүйтем, сөйтіп тоқтадық. Мәңгілік ел көшесінде дәулеу келген жігіт, мен ол кезде арықтың кішкентайым ғой мен. Көтеріп алды да жағымнан ұстады былай. Деп аузына келген оттады. Еще аузынан келген оттан былай беріп тұрды да. Шапалақпен бетімен бір ұрды ғой. Сонда сабыр сақтадым ғой мен. Страшно сабыр сақтадым ғой. Мен болмасам басқа біреу әнерде бар ғой, банк етеді. Мен Аллаға шүкір, мен кішкентай болғанмен қаншама бірақ удар бізде поставлен ғой, біріншіден. Екіншіден мен мұқач кіші салмақта бокс жасасам да, мен ударым әлдеқайда Аллаға шүкір, кішкене күші бар, ауыр соққым. Соны жаңа айтайын деп отқан айда баң еткізсем, соны сабыр сақтап, сонда жаңа машинем отырмда кетіп қалдым. Еркекше айтайын, үйге барғанша жылап бардым ғой. Жылап бардым. Көзімнен жас ағып, неге ұрмадым мен деп. Немеге мен ананың сөзі, немеге мен намысымды жағы. Ол мәселе ол намысты жерге таптау, намысты жерге құлату емес та. Бізде неше түрлі жағдай болған. Өйткені мен оны көріп өстім да. Бір удар секунда шайтан азғырды удар өліп кетсе, сотталдым.
кеттің ғой осы. зұлымдық қой. Иә, Зұлымдық. сол үшін сабыр сақтап мен әрдайым айтам, ол ашулық ешқашан жақсылыққа апармайды. Жастарға да әрдайым айтып жүрмін, сабырлы болыңдар, салмақты болыңдар. Қол деген нәрсені көтеретін екі жағдай бар. Өзіңе, денсаулығыңа, жанұяңа, денсаулыққа қауіпті өнсе, үйіңе ұры кіріп жатса, базар жоқ та кетесің торпеда. Екіншісі, Алла сақтасын, елімізге біреулер бір ала көзімен қарап бір соғыс ашып жатса, сол кезде соғысқа шығасың да, келді. Ал ондай сәт жоқ қой, Аллаға шүкір, аспанымыз ашық, бейбітшілік заманда. Сондықтан бір-бірімізбен болып жатқан, тем более қазақ арасында конфликт болып жатса, Бәріміз адам баласы. иә, сондықтан кешірім сұрап, ұрса ұрсын, жайлап, мейлі мақұл деп кете салу керек. Мынау соңғы сұрақ. Егер де Мәке 18 жаста болып, өзіңе бір қандай ақыл айтатын едің, брат? 18 жаста ма? Мына жерде 18 жаста. 18 жаста болсаң, иә, міне отырда 18 жаста. Бірақ ой, пікірің барлығы 38 жас. Мен бір қуанатыным, Аллаға шүкір, мынау бір кішкентай бала кезімнен сондай болды. 10 жаста боксқа келдім ғой. 10 жасында боксқа келгелі бері, мынау спортшылар Аллаға жақын болады ғой. Бәрі спортшылар намаз оқиды, не қылады. Сонда жағы қарым қатынасым Алламен жақын болып кетті 10 жасынан бастап. Алла тағала өзіме сондай ақыл берді ма білмеймін. 10 жасынан бастап бір бала кезімнен әділетті болу, адал болу деген сияқты. Осы ойым ешқашан өзгермеген менде, ешқашан. Өмір бақи Аллаға шүкір, ешкімнен ала жібін аттамай әділ болып келе жатырмын. Адал болып, өзімнің адал еңбегімен әуел Алланың күш қуатымен бір жетістікке жетіп жатырмын. Осы принцип, бір принцип өзгермеген принцип. Адал болу, адалдық жолымен жетістікке жету деген сияқты. Ал одан бөлек, мынау бала кезде 18 жаста деп отырсыңдар ғой. Ол кезде мақсат армандар бөлек болатын. Енді жас кезде жағы машина айдағың келеді, ақша көп тапқың келеді деген сияқты. Астынан кезде ойбай жағы 20 квадрат, 15 квадратта тұрдық, 37 квадратта тұрдық деген сияқты да. Үйлі болсақ екен, ақша көп болса, байсамен ойбай Rolex тағып алып, үстіңе Louis Vuittonмен жүрсек деген. Осы нәрселер қатты өзгерді. Мен ойлаймын, 18 жаста, 38 жастам ғой, 20 жыл бұрын. 20 жыл бұрын. Осы қазіргі айтарым сол 18 жасты сол айтатын, 18 жастан сондай болу керек деп ақыл айтатын. Қазіргі көзқарасы мүлдем басқаша. Менің мақсатым қазір ақша табу емес. Менің мақсатым қазір баю, или болмаса Louis Vuitton, или болмаса Rolex тағып жүріп, или бір керемет бір машинелер айдау емес. Менің 360 градусқа өзгеріс, өмірім өзгеріп кетті қазір. Ойлау қабілетім жаңағы. Қазіргі мақсатым, қазіргі арманым ең бастысы ол Аллаға жақын болу, адам болу, и күніге өз-өзімен күресу. Ол күресу деген сияқты жаман нәрсе көру, жаман нәрсе ұстау, жаман жерді басу, жаман нәрседен аулақ болу, өзім жалғаулығымен күресу, елмен тана жолда машинамен кетіп барасың, біреумен ерегесіп қалған кезде жағы ажуланып, кейбір бір әдетім бар. Сразу өз-өзіне Аллам кешір деп өтіп кетемін. Күнделікті өз-өзімен күресу. Яғни адам бол. Мүмкіндігің жоқ па? Жақсы нәрсе ойла, жақсы нәрсе сөйле. Мүмкіндік Алла тағала финансовый жағдай беріп жатыр ма? Жақсылық жаса. Сауапты істірлік жаса. Садақа бер деген сияқты. Сондықтан қазіргі өмірлік ұстаным максималдық түрде қарапайым болу, мейірімді болу, адам болу иншалла. Толықтай Мәке келсем, осы жерде қосатыным бар. Мына жастарға айтарым, әр нәрсе өз уақытымен болады. Дальше поезда, орысша айтқан кезде, поездан ары қарай жүрмеу керек та, әрбір нәрсе, әрбір несібе, әрбір ризық Аллах тағаладан да, сол бір несібе өз уақытымен болады да. Аллаға шүкір, Мәке де дәрежеге жетіп жатыр, өзімізде зал ашып жатырық мысалға. Әрбір нәрсе өз уақытымен болады екен. Соған сену керек, ниетті дұрыстау керек, адамға деген қарым-қатынасты, адамға деген ойыңды жинақтап, алға бір мақсат қою керек. Әрбір адам өзіне бір мақсат қою керек та. Мен осындай бір жетістікке жетемін, ата-анамды осындай жетістікке апарамын деген сияқты. Сол жастарға совет дейді ғой, орысша айтқан кезде. Сондай бір Мәкемен қосыламын да. Ана успешный адамдар болады ғой. Иә. Айтайын сіздерге. Успешный адамдарды, өмірде үлкен жетістікке жеткен адамдарды тыңдайсың ғой. Сол 18 жасында тыңдаған кезде таңғалып айтып отырады. Машина, Bugatti, Ferrari. Это просто средство для передвижения. Или болмаса үшін ала салдым, чтобы получить
и посмотреть, и ләззатын сезіну үшін дейді Бірақ та ғой. Бірақ қызықпайды да. Иә. Мен сол 18 жаста ойлайтын, қалай қызықпайды, Феррари, Бугатти, Ламборджини деп. Аллаға шүкір, біз де сондай деңгейге жеттік та қазір. Маған да мен үшін, хоть Феррари айдасам да, хоть простой 14-14 мен жүрсем де, маған қызық емес ол. Сондай деңгейге Алла тағала жеткізіп қойды да. Мәшіне көлік деген ол просто әшейін. Адамдарға жетуге ма? Иә, құрал сайман. Маған ол мақтаныш емес, маған бір авторитет емес ол. Маған бәрібір жаяу жүрсем де Аллаға шүкір. В удовольствие, да? Удовольствие, иә. Тек қана соны бір алдым, соны айтайын деп жатқаным, осындай қабілетке әр қазағым жетсін. Осындай ойға әр адам жетсін. Иншалла бәріміз жемісті болайық, жеңісті болайық. Алла амандық берсе, жеңісті күндеріңіз молынан көбінен болсын иншалла. Ана айтайды ғой, бар болайық, бай болайық, ең бастысы адам болайық дейді ғой. Сол сияқты адам болуды в любом положении ешқашан ұмытпайық. Иншалла Аллах Ернұр бауырым айтып отыр ғой. Адам болсаң, Алла тағала өзі саған шексіз ризықты береді. Жүректе ұстамау керек та дүниені. Дүние, мүлік бар, басқасы бар, жүректе ұстамау керек. Қолда болса жақсы, бірақ жүректе ұстамау керек. Бірақ қолда болмай, жүректе болатын болса, вот ол проблема. Енді Аллаға шүкір, иә, бүгінгі подкастымыз өзі тамамдап қалды. Бізге қазір жаттығу жасау керек. Иә. Тренировка. Мәке, рахмет. Алла разы болсын. Сендерге де рахмет. Иә, алтындай уақытыңыз бөліп, келіп, осы бауырларыңызбен шын ниетпен, шын көңілмен, сұрақтармен, жауаптармен келіп, жауап беріп жатқаныңызға рахмет. Алла разы болсын, братан. Иә. Алла разы болсын баршамызға. Иншалла, алдағы жекпе-жекте сәттілік. Әумин. Иншалла, қасыңызда боламыз. Мен өзім үшін нокаут күтемін. Мен бір ретте сіздің бір-екі спаррингіңізді көрдім ба? Иә, нокаут жұту. Қош. Иә. Жаман ашулысың ғой. Әрбір боксшы нокаут жасаймын деп шықпайды. Нокаут деген өзі аяқ асты. Келеді ол, наработанный нәрсе да. Енді бұйырса, Менің ойым болады деген ғой нокаут. Жұту дегенде. Сізден күтіп отқан жоқпын, сол жерде нокаут болады деп отырмын ғой. Өйткені біздің CBC шоу телеканалының YouTube каналының демеушісі Метрон деген лифт орнатушы номер 1 Қазақстанда компания, және де Пабло кофейнялар. И жақсы ең үздік 2 тренер Ернұр Жанабай, Мұхит Амантай. Және Амин. блогер, боксер будущем бұйырса жекпе-жекке шығарайын деп жатыр. Блогерлар арасында, иә. Мен бірақ секіріп кетуім. Нака, Наурыз, алдарыңызда. Рахмет, Мәке. Бойда көрсеміз. Амин. Иншалла. Мәке.